Диджей, короче, играет. Нет. А, мусор? Я, короче, салфет кигізіп қоятын. Ой, аты қандай еді? ну, атын көріп тұрған жоқсыздар ма, типа, Intel Core 2 Duo. Нет. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, сіздер Денис каналына қош келдіңіздер. Бүгін бізде қайтадан бұл не зат рубрикасының екінші бөлімі. Қайтадан 15 сағат, сіздердің заттары, заманауи заттар. Ал мен атым Сұлтан, ал біз бастаймыз. Желбіреген жапырақ жанады лапылда, төбеде тұрғанда жалғыз шырақ. Екеуміздің арамызда жауын менен мұзда, бірақ қалмаймыз мұзда. Саламатсыздар ма? Түсіндіңіздер ғой, рубриканы аттарыңызды атып кетсеңіздер. Динара, жасым 37-те. Нурай, жасым 14-те. Бегарс. Яулым, мне 16. Алина 17. Алина 17, жарайды. Дайынсыздар ғой, а? Вешалка? Вешалка, я. Слеты неге ұқсайды? Я знаю. Ілгіш па? Киім ілетін ғой. Это вешалка, которая сушит? Я, дұрыс. Вешалка. Заманауи, қалай деседі? Интеллектуальная вешалка, я. Келесі нәрсе. Бұл андай. Мынау типа андай Печенье пісіретін. Я печенье пісіретін, дұрыс. пирожныйлар пісіреді. Типа сондай нәрсе емес па? Ой. Я, сондай нәрсе. Печенье. Сондай бір әлі аталады, короче, я дұрыс айтасың. Печенье, сондайлар пісіретін СССРдің кезінің нәрсесі. Вафельница? Да, вафельница дұрыс. Атын біліп алдық. Дұрыс СССРдің кезінің заты. Не зат? Бұл ма, андай не ма? Неге қосып қояды, не дейді еді? Ну, это сложно. Колонка ма? Свет үнемдейтін. Свет үнемдейтін. Музыка айтатын да. КВ. На телевизор ма? Это телевизор? Это телевизор? Я, телевизор. Түсіндіңіз ба, Я көрдім. А это банк-открывашка? Удивитель. Нет, это килька там ашады. Жоқ. Бұл не, бритвамен алатын. Я, электробритва. Электробритва, СССР кезінің заттары. Я. СССРдің заты? А, это брит? Да, электробритва. Ойламай тұрмыз оны. Ойламай тұрсың ба? Короче, электробритва. Заманауи ма, ну? Қазір. Мына не нәрсе? Заманауи. Что-то музыка ма? Заманауи. Колонка? Бар, заманауи нәрсе. Колонка ма? Жоқ, колонка емес. Караоке? Қап көрсейді, мысалы, мен әдейі бұл суретті жан-жағындағы нәрселермен бірге алдым десе. Лампа. Нет. Мусор? Да. Прикинь, мусорканы тауып алды. Мусорка. Мусор? Я, мусорка. Бұл мусорка. А, мусор? Я, короче. Айтайын дедім да, қарасам. Айта бермедіңіздер ма? Бұл, короче, анау Корей елдерінде қателеспесем, типа мусорға тастау үшін не қылады? Шабыттандыру үшін. Мусор тастағанда ше музыка болады, ойын шығады, анау. Үтік па? Жоқ, үтік емес. Чужок? Жоқ, үтік емес. Үтік. Жоқ. Нет. Щетка. Кілем тазалайтын щетка ма? Жоқ. Это пар? Не ма? Пылесос? Дұрыс, пылесос. Дұрыс, молодец. А, это пылесос? Да, пылесос, я. Андай. Пылесос ба? Я пылесос. Я, Щетка, пылесос. Мынау андай ғой, больницаларда болатын типа. Шағына не бар. А, бұл не, анау, аяқты... Это бахилы надевать, чтобы быстро, да? Я бахилы. Аяқ киімге андай салфет кигізіп қоятын. Салфетка, короче, бахила кигізетін, дұрыс. Кигізіп, бахила киетін. Я, дұрыс бахила киетін. Қазіргі заманауи.
не ғой мынау? Бұл андай Бұл- не қосатын ғой, Диско. Который диджей, короче, играет. Нет. Музыка ойнайды ғой, типа, да? Кассета қойып. Я виниловый проигрыватель. Пластинкамен. Я пластинка, виниловый проигрыватель. Да. Который... Нет, стойте, я знаю, кассету, которую ложит. Нет, кассету вот эту ложит, она вот так ставите, нажимаете, она будет крутиться. Я Да, не знаю, как она называется, но я понимаю, что это. пластина. Пластина, А да. это виниловый проигрыватель. А? Бұл қосып андай сөйлейтін ба? Пешка ма? Электропешка. Жоқ, электропешка. Бұл қара кішілеу нәрсе. Это андай, для швейни вроде. Ты нажимаешь, она будет работать. Шамамен мынандай дей салады, да? Типа как домофон. Микрофон. Сіздердің кезі микрофон екен. Білмеймін бұл енді қай жерде қолданған. Бірақ сіз айтқандай диспетчерский бірдеңеде қолданған болса. Домды басасың, ертең олайды. Жоқ. Домофон емес. Прикинь, сіздердің кезінде микрофон. Микрофон? Да, я микрофон. Бұл пробежка қанша уақытта ма? Так, Подсказка Я не бермеймін. вижу. Подсказка бермеймін. это те- Қалай ойлайсың? Нет, таразы. Жоқ. Размерін қараңыздар. Мына жанындағы тұрған телефон. Оны телефон? Ауырған? Да, пауэрбанк. типа андай не береді ма, сотқа бәрі. Иә, пауэрбанк. Камера зарядчик па? Дұрыс. Осы кішкентай телефон, оның жанында телефон тұр мысалы. Карманчик. Дұрыс, камера зарядчик, пауэрбанк. Жаңағы не ма? Жоқ. Бұл заманауи нәрсе. Мынау. Бір жеріне естіген шығарсың, может быть. Флешка? Жоқ. Қазіргі ма? Андай не өшеді, соны өшеді. Жоқ, бұл өте кішкентай алақанға сиіп кететін нәрсе. Қазіргі заманауи, иә? Сондай ма? Солай десе де болады, иә. Қалай? Диск сағатын. Жоқ. Экран емес па мынау? Все, сдаемся. Компьютердің процессоры. Самый главный миығы, иә, ішіндегі. Ну, ол атын көріп тұрған жоқсыздар ма? Типа Intel Core 2 Duo. Нет. Мынау енді бұрынғы кездің заттары. Бұл андай не, печатать етіп, қазір бізде компьютерді печатать етіп шығаратын. Так. СССР. Анандай емес па? Не жазады ғой? Жақындатып көре берсеңіз болады. FedEx. Нәрсесі жоқ Нет. қой? Это типа как для обуви, там, для чего? Для бумаги, там что-то нажимаешь и там печатаешь. Түсінбедім мен де. FedEx емдейді. Есеп шот? Это калькулятор? Дұрыс. Вообще ғой, ё-моё, бәрін базар. Короче, ол калькулятор ғой сол кезінде. Не деген базар жоқ па? Қазіргі таңдағы, иә? Солай ма? Степлер? Прости. Может, степлер. Не ма? Қалай айтсам болады? Бұл анау қағаздарды кесіп. Я. Типа андай не береді. Степлер все. Иә. Зажим. А, это такие кругляшки, чтобы делать? Қыстырыс деген Я сияқты. қыстырыш па? Мен білем не екен, бірақ атын. Это? Ну, Миксер? я миксер, ручной миксер. Ол не? Пирогты айнал. Шамамен описать етсей, мынау бүйткен кезде сөйтеді деп ше. Андай торт пісіргенде араластыратын заты. Иә, араластыратын нәрсе. Тұратын. Миксер. Миксер дұрыс. Ручной миксер. Бұрынғы миксер. Иә, бұрынғы ручной миксер. ага. Соңғы зат. Андай не, Не мына атқандай біз. Ой, нені мініп алып жүреді. Это скутер. Мен маған атын білмеймін. Қазір. Неге білмейсің? Күшті нәрсе ғой. Ой, Неді? Мынандай думала. ой, атты қандай еді? Аты қандай бұның? Атын білмеймін.
Сигвей. Сигвей, да. иә Или же Сигвей. да, Сигвей қатып атынет. Гироскутер. Гироскутер, да, Гироскутер. С ма? ғой короче. Жоқ. гидроскутер Дұрыс, гироскутер. Екі аяқтап тұр. Сондай нәрсе ма? Дұрыс, короче, бұл Сигвей деп айтқым келген еді, дұрыс па? Не ғой, гироскутер. Гироскутер. Рахмет сіздерге, көп қатысқандарыңызға көп базар жоқ, бірақ самый қиын дегенін таптың ғой, ё-ма, молодец. Алдағы уақытта көп контент түсіріп, дами беріңіздер. Сәттілік сіздерге. Рахмет. Желаю развития большого прям, чтобы в Везде другом главное. городе, в Лондоне, в Париже вас увидеть. О, рахмет, это күшті, До иә. свидания. Рахмет сіздерге де рахмет көп қатысқандарыңызға. Жақсы. Ауырмаңыздар.